Амастырма балар, қалдарын қалай балар, мынандай бір есеп қарастырайық. Жұқа қабыршақтағы жарықпен жарықтандырып, оның бетіне перпендикуляр бойымен қараса, ол шағылған жарықты жасыл болып көрінеді. Егер қабыршақты сәулеге қатысты көлбеу ұстасақ, не байқалады? Енді біз балар сұрбада салып қойдым. Біз екі жарық, параллель екі жарықты көлбеу жасықпен жібердім. Біріншісі, екінші сәуле жарықтың бетінен шағылып қайтты, ал бірінші сәуле біраз жол жүрді. Ол сынды, одан қайтадан шағылды, қайтадан одан екінші ауаға ортаға өтті. Бұл жерде біздің мақсатымыз балар осы жарықтың екі түскен параллель жарықтың жол айырымын анықтау. Міне жерде АЕ түзуін салып, кесіндісін салып қойдым. Осы жерге дейін бірінші және екінші жарық бірдей жол жүреді. Одан кейін барып олардың жол айырымы пайда болады. Бірінші жарықтың жүрген жолын жазып қойдым. Не балар? Бірінші жарық бізді АС, одан кейін СВ жол жүрді. Екінші жарығымыз ЕВ жол жүрді. Енді осы жерден жалпы біртекті ортаның сыны көрсеткішіне ескере отырып, енді жалпы формуланы жазайық балар. Дельта L тең болады АС қосу СВ көбейтілген L минус ЕВ лямбда бөлінген 2. Балар тығыздығы, оптикал тығыздығы үлкен ортадан шағылған кезде жарық толқын жоғалтады екен. Оны өткен жолғы есепте түсіндіргенбіз. Енді ары қарата атысымен СВ өзара тең, атысы тең ВЦ-ға. Соны біреуін тапсақ, екі көбейте саламыз деген сөз ғой. Енді бізде АК-мыз д-ға тең, сонда д-ның атысыға қатынасы косинус веттаны береді. д-ның атысыға қатынасы косинус веттаны береді. Осыдан атысын таба салайық балар. Атысы тең болады д бөлінген косинус ветта 6. Яғни бізде сонда атысы мен СВ оңай табылды. Сонымен атысы қосу СВ тең болады 2D бөлінген косинус ветта. Таптық. Енді евіні табу керек балар. Евіні мен мынарды тікбұрыш, үшбұрыш қарастырып қойдым. Яғни бұрышқа қарсы орналасқан катеттің гипотенузаға қатынасы синус альфаны береді. Яғни евінің авыға қатынасы синус альфаны. Евінің авыға қатынасы синус альфа. Бұл біздің сеншістенді. Осы жерден евіні табалайық балар. Еві тең болады авы көбейтілген синус альфа 9. Енді біздің мақсатымыз балар авыны табу ғой. Авы дегеніміз АФ көбейтілген ФП. Авы тең болады АФ қосу балар. Ф бұға. АФ пен ФП-да бізге өзара тең болып тұр. Үшбұрыштың ұқсастығынан балар. Бұл енді геометрия, көмді алгебраның геометрияны жақсы білсек, ешқандай қиындығы жоқ. Сонымен авы дегеніміз балар біздің тағы 2F болды. Біреуін тапсақ, 2 көбейте саламыз деген сөз ғой. 12. Енді тағы осы жерден үшбұрыштан F. Бұлар F міне тұр. F-ның, яғни міне да F-сіға қатынас, F-сіміз д-ға тең. F-сі д-ға тең. Жас қойын балалар бірден. F-сі тең д-ға, яғни жұқа қабыршақтың қалындығы бұл. 13. Сонымен балар F-ның д-ға қатынасы тангенс ветта. Бұл бізден 14. Енді осы жерден F-ны таба салайық балар. F тең болады д тангенс ветта. 15-те 12-ке қояқ балар. 15-те 12-ге қоямыз. Осылай белгілеп отырса, сонда біз қай формуладың шыққанын біліп жатыспаймыз балар. Сонымен авы тең болады 2D тангенс ветта болды. Бұл біздің 16 формула. Енді 16-ны балар 9-ға қоямыз. 9-ға қойып евіні тауып аламыз. 16-ны 9-ға қоямыз.
қоямыз. Сонымен ев тең болады 2d тангенс ветта көбейтілген синус альфа. Бұл біздің 17 болды. Енді балар бізде 17-міз бар. Атысы сымымыз қайда бізде? 7 мен 17-ні 3-ке қойымыз деп жазайық балар. 7 мен 17-ні 3-ке қоямыз. Сонымен дельта ел 2d косинус ветта көбейтілген ен минус 2d тангенс ветта көбейтілген синус альфа минус плюс лямбда бөлінген 2. Арарта біраз есептейік балар. Енді біз бұл жерде балар тангенс веттаны ашып жерек. Сонымен синус альфаны да жаз жерек. Бұл жерде синус альфаны мынандай формула бар ғой балар. Синус альфаның синус веттаға қатынасы тең ен. Осыдан синус альфа бізде неше болды? 19 болды. Осыдан синус альфаны тапсақ, синус альфа тең болады ен синус ветта болды. Бұл біздің 20. Тангенс веттаны ашып, одан 20-ны қойып жіберейік, қайтадан жазайық. Сонымен дельта ел тең болады 2d ен косинус ветта минус 2d тангенс веттаны синус ветта бөлінген косинус ветта көбейтілген ен синус ветта деп жазайық балар. Ен синус ветта плюс лямбда бөлінген 2. Сонымен бізде балар ен синус веттамыз енді 2-ді енді жақсан сыртына шығарып жіберейік. Өсерден дельта ел тең болады ортақ бөлім келтірейік. Мына былай істейік балар. Косинус ветта жазайық. 2-ді ен жақсан сыртына шығарып жіберейік. 2-ді ен сонда біріншінде 1 минус синус квадрат ветта минус лямбда бөлінген 2 болды. Біраз жақсы қышамдап жатыр, балар. 22 болды. 1 минус синус квадрат ветта ол косинус квадрат ветта ғой. Дельта ел тең болады 2d ен косинус квадрат ветта бөлінген косинус ветта минус лямбда бөлінген 2. Квадраты қысқарып кетті. Жақсы болды. Ықшамдалып келе жетер балар. Сонымен дельта ел тең болады 2d ен косинус ветта минус лямбда бөлінген 2. Енді балар біздің косинус енді біз былай істеп жіберейік балар. Дельта ел косинус веттаны тағы да өрнектеп алайық балар. Косинус веттамыз синус веттаның синус альфаның косинус веттаны былай өрнектеп жіберейік балар. Косинус веттаны 1 минус синус квадрат ветта деп жазып жіберейік тағы да. Косинус ветта турасында 1 минус синус квадрат ветта деп жазып жіберейік тағы да бір. Сонымен қайтан жазайық. 2d ен турасында 1 минус синус квадрат ветта минус лямбда бөлінген 2. Бұл біздің 25-ші теңдеу болсын. Енді турдың ішіне кіргізіп жіберейік. Дельта ел 2d көбейту турасында
n квадрат минус n квадрат синус квадрат ветта. Бір жақсы бір формула шығып келесіздер ғой деймін, балалар. 26. Бізде балалар синус альфаның синус веттаға және жазған n. Осыдан бізде синус альфа тең болады. Қайталап жатырмын сіздер үшін. Синус ветта. Сонда біз квадраты болса, сонда синус квадрат альфа тең болады n квадрат синус квадрат ветта. Сонда ауыстыруымызға болады екен. Ары қарата жазайық. Дельта L тең болады. Мынау d балар. 2d туғрасында n квадрат минус синус квадрат альфа минус лямбда бөлінген 2. Өте жақсы болды. Енді дельта L максимум шартын жаза салайықшы балар. Дельта L минус шартын немесе 2k плюс 1 лямбда бөлінген 2. К'мыз 0-ден бастады дейік. Сонда екіншісі дельта L тең болады лямбда бөлінген L болады. Екеуін теңестірейік балар. 27 мен 29-ды теңестіреміз. Сонымен 2d туғрасында n квадрат минус синус квадрат альфа дұрыстап жазып жіберейік. Минус лямбда бөлінген 2 тең болады лямбда бөлінген 2. Минимум шартына жазып жатырмыз, балар. Енді арты лямбда бөлінген 2-ні оң жаққа шығарып жіберейік. 2d туғрасында n квадрат минус синус квадрат альфа тең болады лямбда болды. Бұл біздің 30 болды, бұл біздің 31 болды. Енді мынандай жағдайды қарастырайық балар. Алдымен біз альфаның синус альфа 30 градустағы мәнін қарайықшы балар. Мысал, түсінікті болу үшін альфа тең 30 градус болсында, енді балар бізде ең көп қой, 1,15 ала салайық. Мысал ретінде. Сонымен 30 градуста біз білеміз синус 0,15 тең. Сонымен дельта L тең болады 2d тұрақты болсын. Екі жағдайда қарастырған кезде шының қалдығын өзгерткен жоқпыз. 2,25 минус 0,25 тең болады 2d көбейту турасында 2. Турасында 2-ден 1,41 болады. Бұл жер сонда 2,82 болды. 82 d болды. d тұрақты. Сонымен дельта еліміз 2,51 бірінші жағдайдағы. 2,82 d болды. d өзгерткен жоқпыз. Енді екінші жағдай. Нөмір екінші мысал жазып жіберейік балар. Мысал. Енді альфамыз 60 градус болсын. Еніміз сол. Қабыршық өзгерткен жоқпыз. Яғни қалындығын өзгерткен жоқпыз. Енді біздің сонда торқын ұзындығын салыстырып отырмыз ғой балар. Ұзын бола ма, қысқа бола ма? Соны шығарайық деп жатырмыз. Дельта L 2 тең болады 2d. Бұл жерде тағы да 2,25 минус 60 градуста 0,86. 6-ның квадрат жаттап алғанбыз, балар, 60 градуста. Енді ешқандай қиындығы жоқ. Енді осыны балар 0,86 6-ны 2 рет көбейтіп 0,86 көбейтем 0,86 алам минус 2,125 1,15 екен балар. 1,15-тен түбір шығара салайын, балар. 1,15-тен 1,15-тен түбір шықты. 1,12
12-ке көбейтемін 2, 2,4 шықты. 2,4 д. Енді сонда бұлар дельта L1 мен дельта L2-ні салыстырсақ, сонда біз бұрышымыз үлкейген сайын бізде керісінше жол айырмасы қысқарып барады. Жол айырмасы қысқарса, онда толқын ұзындығымыз қысқарып барады. Яғни лямбда 2-міз қысқарды. Біз негізгі жауапқа негізгі сұраққа жауап беруіміз керек болар. Содан бізде сонда қысқарса, онда сарыдан көгілдірге, көкке, күлгінге, яғни ұзын толқын ұзындығынан сәулені қысқа толқын ұзындығына қарата ауысып отырады екен. Бұрышты, түсі бұрышын үлкейтетін болсақ, не болар? Біз негізгі сұраққа осылай жауап бердік, мысал келтіре отырып. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.